12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, эфирде атты ақпарат, студияда Айман Нұрмағанбет. Осы аптада болған маңызды жаңалықтар мен өзекті тақырыптарды назарларыңызға ұсынамыз. Хабарымызды сүйінші жаңалықтан бастайық. Жыл соңына дейін өңірдің 160 тұрғыны бақытты отбасы жобасы аясында пәтер алады. Олардың құжаттары қаралып, өтініштері қолдау тапқан. Мұны осы аптада өткен қоғамдық кеңестің кезекті отырысында облыс әкімі Серікбай Тұрымов мәлімдеді. Бұл сан жыл соңына дейін артады. Себебі осы бағыт бойынша қосымша тағы 60 пәтер беріледі. Жалпы өңірде әлеуметтік салаға қашанда қолдау жоғары. Күні кеше ғана Теңге ауылында спорттық нысан пайдалануға беріліп, анаға тағзым ескерткіші ашылды. Игі іс Теңге ауылының 55 жылдығына орай жасалған. Келесі сюжетке назар салайық. Ағымдағы жылдың ақпан айында ел ағаларымен ұйымдастыру алқасы құрылған болатын. Мерейтойға арнайы іс-шара жасақталып, бекітілген жоспарларға сәйкес ауыз толтырып айтарлықтай жұмыстар атқарылды. Солардың бірі анаға тағзым ескерткішінің құрылысы. Саябаққа орнатылған ескерткіште мүсінші Қуаныш Құрбаниязов бейбіт өмірде ұршық ерген ананың бейнесін суреттеген. Аумағы 100 шаршы метрді құрайтын демалыс орнының айналасы қоршалып, жарық пен су жүргізілген. 300 түп көшет отырғызылған. Бір сөзбен айтқанда, демалушылар үшін барлық жағдай жасалған. Теңге ауылында алғаш рет бой көтерген саябақтың салтанатты ашылу шарасына Жаңаөзен қаласының әкімі Мақсат Ибағаров қатысты. Осы жылдың февраль айынан бастап осындай ауылға үлкен қыруар шаруа жасап жатыр. Оның ішінде осы Теңге ауылының тұрғындары, осы Теңге ауылдан шыққан кәсіпкерлер, мекеме басшылары, мына өндірісте істейтін азаматтарымыз, енді ерекше өзім мына әріптестерім Өзенмұнайгаз компаниясына, Бұрғылау компаниясына, КАЗ-ГПЗ, Өзенмұнай сервис, ККС, Кезби, Жанарыс мекемелеріне алғысымды білдірем. Осыдан 55 жыл бұрын алғашқы іргетасы қаланған Теңге ауылының мерейтойына орай салтанатты жиын өтті. Жарты ғасырдан астам тарихы бар елді мекеннің мерейлі мерекесіне арналған шараның шымылдығы Теңгенің тарихынан сыр шертетін көрініспен басталды. 964 алғаш рет мұнайгаз кен орнын құрған дала. Кенелтіп қаралтынға тәңір ұлтты, бұл мекен құтты екенін бәрі құпты. Еңбектің көз ашылып даламызға, жер көктен мұндап қалып ағылыпты. 55 жылдың ішінде Жаңаөзенге қарасты ауылдың іргесі бекіп, жылдан жылға даму үстінде. Бүгінде елді мекендегі үйлер газ, тоқ, сумен толықтай қамтылған. Әлеуметтік нысандарда бой көтеруде. Қаншама адамдардың ерен еңбегі сіңгенін атап өткен облыс әкімі ауылдықтарды мерекемен құттықтады. Ауыл болғаннан кейін оның барлығы бір мезетте болған жоқ. Осы ауылдың қалыптасуына, өсуіне, өркендеуіне, жаңағы барлық халыққа, елге керек инфрақұрылымдардың салуына үлкен үлес қосқан осы жерде ағаларымыз отыр. Бүгінгі мына мереке, бүгінгі мына жиналып отырған қуанышымыз осы елге, осы ауылға жасаған ағаларымыздың еңбектерін дәріптейік, соларды мына өсіп жатқан ұрпаққа жеткізейік, айтайық, үлгі тұтайық деген мақсатпенен мынау бірігіп жатырған мереке деп мен есептеймін. Салтанатты шара барысында ұйымдастыру алқасы Теңге ауылына 55 жыл төсбелгісімен Маңғыстау облысының әкімі, облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы және облыстық мәслихат хатшысын марапаттады. Мерейлі мерекеде құрметке бөленгендердің қатары көп болды. Тұғыры биік, тарихы терең, қойнауы қазынаға толы аядай ғана ауылға сіңірген еңбектер мен қарыштап дамуына қосқан елеулі үлестер үшін елді мекеннің гүлденуіне ерекше көмек көрсеткен ауыл азаматтарымен қатар жергілікті мекеме кәсіпорын басшылары Жаңаөзен қаласы әкімінің құрмет грамотасы және алғыс хатымен марапатталды. Жаңаөзен қаласы әкімінің алғыс хатымен номері 3. Салтанатты жиын соңы қала өнерпаздарының концерттік бағдарламасына ұласты.
қарай облыс әкімі мен қонақтар алаңда ұйымдастырылған спорттық шараларды тамашалады. 2007-2008 жылғы жасөспірімдер боз кілемге шығып күш сынасты. Сонымен қатар қошқар көтеруден де сайыс өтті. Айта кетейік, мерейтой қарсаңында ауылға кіреберіс жолдардың бойына 3 жерден темір конструкциялы стелла, 5 дана билборд және 4 дана кермен нысандар орнатылды. Нөмірі 14-ші орта мектеп жанында орналасқан алаңға ұзындығы 13 метрді құрайтын ту тұғыр қойылды. Достық даңғылы бойынан ауыл ақсақалдарына арнап көлеңкелі орындық орнатылды. Ауыл жастарын бұқаралық спортқа тарту мақсатында заман талабына сай жасанды көгал төселген көп функционалды 2 спорт алаңшасы пайдалануға берілді. Аталған жұмыстардың барлығы кәсіпорындар, жеке кәсіпкерлердің техникалары мен қаржылай көмектерімен жүзеге асырылды. Ауылын көріп, азаматын таны демекші, ауызбіршілік пен татулықтың арқасында жарты ғасырдан астам тарихы бар елді мекеннің бүгінгіден де гүлдене түсетіні сөзсіз. Сәуле Жолманбетқызы, Қаршыға Байтория, Баққали Зиядинов, Ақпарат, Жаңаөзеннен. Ұстаз, ұлт пен ұрпақ үшін қасиетті ұғым. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып қана қоймай, адамгершілік рухта тәлім тәрбие беріп, жақсы қасиеттерді бойына дарытуда мұғалімнің еңбегі зор. Ұстаздар жайлы бекер әңгіме қозғап отырған жоқпыз. Себебі, осы аптада олардың төл мерекесі аталып өтуде. Айтулы мереке өңірде жоғары деңгейде тойланып жатыр. Аймақтың бірнеше ұстазы миллионер атанды. Яғни облыс әкімі Серікбай Тұрымов үздіктеріне 1 миллион теңге премия табыстап, алғыс хат тапсырды. Бір қатары білім және ғылым министрлігінің арнайы төсбелгілерімен марапатталды. Жалпы ұстаздық төзімділік пен мейірімділікті қажет ететін мамандық. Екінің бірінің қолынан келе бермесі анық. Бірақ соңғы кезде қоғамда ұстаз мәртебесі түсіп кетті дегенді көп айтады. Шынымен солай ма? Арнайы зерттеуімізден көрейік. Мейірімгүл Кемал, тарих пәнінің мұғалімі, жұмысына ерекше ілтипатпен қарайды. Өзіне білім берген ұстазға деген сый құрметі айрықша болса керек. Мектеп бітірген соң ойланбастан мұғалімдікті таңдаған. Жолдасы Салауат Төлегенов те мұғалім. Еңбек өтілі аз болса да, жас мамандардың жеткен жетістіктері көп. Мұғалімнің мәртебесі өзіне байланысты дейді олар. Өзіне байланысты секілді. Әркім өзі ішкі ойы болады ғой. Ол түсіп баратыр демей, мәртебесін көтеру әр адамның өзіне байланысты деп ойлаймын өзіміз. Ұстаз болған соң, ұстаз жан-жақты, ізденімпаз, талапшыл да болу керек, жан-жақты, барлығына үлгере білу керек. Қазір заман солай ғой, тез үлгеріп қалуың керек. Ал 43 жыл мұғалім болған ардагер ұстаз Ордалы Қосай болса, мұғалімнің мәртебесі оның жауапкершілігі мен патриоттығына да байланысты дейді. Білігі мен білімі де маңызды рөл атқарады екен. Мұғалімге бірінші қойылатын талап ол білімді болу керек, және жан-жақты білімді болу керек. Екінші қойылатын талап әділ болу керек. Мұғалім әділ болса, адал болса, ешқандай ата-ана, ешқандай жұртшылық оған бір ауызда сөз айта алмайды. Біздің бәрін өзіміз білдіреміз. Біріншіден білім алмаймыз, көтермейміз. Екіншіден адал емеспіз. Адал мұғалімге ешкім ештеңе дей алмайды. Ардагер ұстаз зейнетте отырса да мұғалімдердің мәселесіне бейжай қарамай министрлікке ұсыныс жолдап, ұстаздардың жағдайын жақсартуды өз үлесін қосып келеді. Педагог мәртебесі туралы заң да соның бірі. Біз облыстық педагогикалық семинар кеңес жасадық. Оның материалдарымен министрлікке жеткізіп, 15 ұсыныс қойып, сол 15 ұсыныстың қазір 7-8 орындалды, 8-сі орындалды. Мына мұғалім мәртебесі туралы заң біздің болған талаптарымыз. Ардагер ұстаздың айтуынша мемлекет тарапынан тиісті шаралар атқарылып жатса да, оны ары қарай дамытуда қоғамның рөлі зор. Әсіресе мұғалімге ата-ананың қолдауы маңызды екен. Осы орайда ата-аналардың ойын білген едік. Я очень довольна. Өзімде балаларымда ұстаздарды жақсы көреміз және сыйлаймыз. Ұстаз қашанда мәртебелі мамандық. Сейчас столько креативных программ. Креативті білімді болса, кез келген ұстазды сыйлайды. Өзім мұғалімдерді ерекше құрметтеймін. Ұстаз болу оңай емес. Мектепке де арнайы ат басын бұрып, оқушылардың да пікірін тыңдадық. Менің түсінігімде мұғалім жақсы адам. Олар әрбір балаға білім үйретеді. Ұстаздар олар да маған осылай ана тілін үйреткен кезде менде
осындай мұғалім болам деген алдыма бір қойылған мақсат пайда болды. Мұғалім ол өте мәртебелі мамандық, себебі ол мұғалім болу өте қиын. Мағжан Жұмабаев айтқандай, әр елдің болашағы ол өз мектебіне байланысты деп айтқан екен. Сондықтан меніңше мұғалім ол өте мәртебелі мамандық. Биология және химия пайларымның сол екі пәнді терең үйретілетінің арқасында мен сол медицина мамандығын таңдап отырмын. Өздеріңіз көргендей, оқушылар мамандық таңдауда да ұстазына сенеді. Сондықтан мұғалімге артылған жауапкершілігі зор. Айман Нұрмағамбет, Саламат Қайыпов, Зөлбай Нұрбай, Аптақпарат. Осы аптада халықаралық қарттар күні де аталып өтті. Осыдан 29 жыл бұрын Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 1 қазанда халықаралық қарттар күні деп бекіткен болатын. Міне содан бері елімізде бұл күн мереке ретінде аталып өтеді. Әдетте бұл мерекеде ата-әжелер туған туыстары мен бала-шағасынан құттықтаулар естіп, сыйлықтар алып жатады. Бірақ мұндай бақыт бәріне бірдей бұйырмаған. Әңгіме қарттар үйіндегі адамдар жайында. Айтулы күні біз өңірдегі қарттар үйіне арнайы ат басын бұрып, қариялардың тыныс тіршілігін көзбен көріп қайтқан едік. Таисия Богородская, 78 жаста, қарттар үйін паналағанына 5 жыл. Жарты ғасырға жуық ғұмырын қара алтын игеруге арнаған 2 баланың анасы. Үлкені үйленіп, Воронеж қаласына қоныс аударған. Жұбайы мен кіші ұлы дүниеден өткен соң осында келген. Жағдайым жақсы. Қарттар үй емес, курортта жүргендеймін дейді ол. Ресейдегі немересімен телефон арқылы сөйлесіп, көңілі көншейді. Жанары мұңға толса да, Таисия әжей сыр білдіргісі келмейді. Такой мой выбор. Я собираюсь здесь. Бұл менің таңдауым. Ғұмырымның соңғы күндерін осында өткізуге дайынмын. Ешкімді кінәламаймын. Мұнда уақытылы зейнетақымды алып тұрамын. Барлық жағдайым жасалған. Кейде баламды, немеремді сағынамын. Бірақ олар алыста. Хабарласып тұрамыз, оларға кедергі болғым келмейді. Светлана Ақжігіт қызы да осы пайымда. Қызына кедергі болмауды ойлап, қарттар үйіне келген. Мұнда тұрып жатқанына биыл 6 жыл екен. Мен мұнда еркіндік, мені достарға жақынмын, баланы неттім ғой, кішкентай кезінде көмектестім. Негізі бұның кіші жақсы. Курорт, санаторий бұлай қарағанды. Үйіндегідей болмаса да мұнда қарттарға 5 мезгіл тамағынан бастап әлеуметтік, психологиялық, медициналық жан-жақты көмек көрсетіліп тұрады. Күтуші, медбике, дене шынықтыру залы мен массаж бөлмесі дейсіз бе, барлығы осында. Мұнда тіпті төсек тартып жатқандар да бар. Мамандар оларды қолдан тамақтандырып, шомылдырып, киім-кешектерін ауыстыруға көмектеседі. Бір сөзбен айтқанда, өгейсітпей, баптарын келістіреді. Ауырып қалса, ем-домын жасап, тамырдан, жамбастан уколдарын алып, уақытында алып тұрады. Бір-екі жатқан кісілеріміз бар, ауырып жатқан. Бұлай жағдайлары жақсы, көңілдері көтеріңкі. Дәрігердің нұсқауы бойынша массаж жасаймын күнделікті. Неміз массаж жасағаннан кейін рахметін айтып, бәрі көңіл күйі жақсы болып кетеді. Түсірілім барысында қарттар үйінің қызметкерлері бізге қуантатын бір жайтты мәлімдеді. Айтуларынша жылдан жылға бұл жерде мекен ететіндер саны азайып келеді екен. Яғни ата-анасын қарттар үйіне әкелетіндер сиреп барады. Осы 1-2 жылдықта біздің тұрғындардың саны 120-110 болып келсе, енді қазір бүгінгі таңда 92-ге азайып отырмыз ғой енді. Себебі жылдан жылға көрсеткіш азайып отыр. Біздің жалпы қарттар үйіне тұрғындардың келуі, үлкен қариялардың келуі азайып отыр. Бұл енді қуантарлық жағдай деп есептейміз енді. Беттерін қатқабат әжім торлаған, ақ самайлы ата-әжелер өткен кеткендерге жалтақтап қарап қояды. Біразын әңгімеге де тарттым. Мүмкін немересін, мүмкін қызын елестеткен болу керек. Бірден ашылып сөйлеседі. Бірақ қай-қайсы да балаларына шаң жуытпайды. Бірі жанұяларына кедергі болмауды алға тартса, екіншілері тыныштық керек болған соң отбасымыздан өзіміз бас тарттық дейді. Бір сөзбен айтқанда, өздерін кінәлайды. Қаусаған қасіретті қара шалмын, бұл күнде қара шалмен санасарғым. Жанымды жегідей жеп қарттар үйі күн сайын қуат кемеп аласардым. Он шатар емесі дау пәтеріңде, осында тастап кеттің әкелдің де.
Аптай сыртын берсе туған балаң тірдей өлген ғой әкеніңде. Айман Нұрмағамбет, Саламат Қайыпов, Аптақпарат. Ақтаудағы көп қабатты тұрғын үйлерде ыстық су жоқ. Күн салқындаған сайын тұрғындар бұл тапшылықты сезіне түсті. Суық суды ыстуға мәжбүр болып отырғандарын айтып, арнамызға шағыммен хабарласатын көрермендер саны да көбейіп келеді. Жаз бойы суық күйде аққан ыстық су үшін түбіртек алып, пұлын төлеп отырған көпшіліктің наразылығы бойынша тақырыпты таразылап келген әріптесім Әйгерім Ашықбаева толықтырсын. Ыстық су жоқ. Гүлжан Мәлбекова 2 жылдан бері 14-ші шағын аудандағы 11-ші үйде тұрады. Осы жағдай жыл сайын қайталанады дейді. Көршілермен бірге тиісті мекемелерге хабарласқан, бірақ ешкім мәселеге құлақ түрмегенін айтып қынжылады. Қазір деген салқын күн, ыстық су жоқ, бірақ арасында ыстық суға жаңағыдай ақша келіп тұрады. Неліктен ақша келеді? Қалай келеді? 1800 ма 2000 теңгелік болып келеді ақшалары. Осы мәселені қараса дейміз, сосын ыстық суды бергенде жаңағыдай қап-қара су болып келеді, лай болып келеді. Мұздай судың өзі де жаңағыдай арасында жаңа өшіп қалады, сосын деген қап-қара су болып келеді, май болып, құм болып арасы. Счетчик айналып тұрады, жарты сағат бойында счетчик айналып тұрады. Сонда бұл халықты қанау шығар деп ойлаймын өзім. Енді біреу төлейді, біреу төлей алмайды оны деген. Қаншама су айналады, әшейін жайдан жай ол суды ақшаны төлей беруде. Мінекей біздің өзіміздің көзіміз жетті, яғни ыстық суды ағызғанымызға жарты сағаттан астам уақыт өтті, дегенмен әлі аққан жоқ. Қазір ыстық су аса қажет болғандықтан тұрғындар осылай сарылдатып қойып сағаттап күтуге мәжбүр болса, жазда да дәл осылай өтуге тура келеді. Оның себебі келесіде екеніміз. Тағы бір мәселе, ыстық су бар, ыстық су жоқ, мұздай су ағып тұрады. Ыстық су жақтан жаздың кезінде, бірақ біз счетчик бұзылып қалмас үшін мына ыстық су жақта ағысып тұру керекпіз. Мен жайдан жай 3-4 киловатт су айналдыру керекпін. Өйткені ыстық су жақта айналдырып тұрмаса, ағысып тұрмасам, счетчик жасамай қалады деп, оған да мамандар келіп, не істеп кетеді. Мынаны бір 2-3 ай айналдырмай, суды ағызбай қойса, мынау айналмай бұзылып қалады. Сол да мәселе бар. Енді тектен-тек ыстық суға мен осы жаз айларында, 3 ай жазда мен, например, ақша төлеп отырмын. Мен сонда не үшін төлеймін? Значит, что касается жировок, мы... Жировкаға байланысты айтатын болсақ, есептегіштер бүгінгі таңда жылумен бірге орнатылған. Яғни берілген жылудың белгіленген мөлшері ғана есептелінеді. Сегодняшний день же счетчики уже установлены с теплом. Ал қалтасы көтерген тұрғындар су ысытқыш орнатылған, бірақ құрылғыны сатып алу мен орнату шығынның бір бөлігі ғана. Оның электр энергиясын көп қажет ететіні тағы бар. Бұл әлбетте өз алдына бөлек әңгіме. Ыстық су мәселесіне оралсақ, дәл қазір 13, 14, 22 шағын аудандарда құбырларға жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондықтан ыстық су тоқтапты. Қазіргі таңда мысалы 22 микронда 17 томда ақау болып, біз кешке дейін қазір оны уже істеп бітіріп қостық негізгі нелерді. Жаңағыдай қазір мына 13 микрорайонда 52 үйлерде неміз бар, ақауымыз бар, онда ертең уже жөндеуге алып қосамыз. Бұлай жалпылама айтқанда әр микрорайонда ондай көп не жоқ, бір үй, 2 үй, одан көп ондай жабу или тоқтату деген жоқ. Ақаулардың негізгі шығуы өткенде осыдан бір апта, 2 апта бұрын тексеріс өткізілді қысыммен. Ол жылу маусымына дайындық аясында өткізілді, себебі ең әлсіздеу жерлері шығу керек. Оның бәрін осы жөндеу жұмыстарын алып, қыста жылуды тоқтаусыз беру үшін. Сол үшін сондай тексерілді. Соның аясында шыққан ақаулар болды. Бірақ жақын арада осы 1-2 аптаның ішінде бәрін де бітіріп, толықтай сумен қамтамасыз етеміз. Аталмыш мекеме өкілі тек санаулы шағын аудан үйлерін атады. Алайда редакцияға 27, 28, 32, 34, 16 шағын аудан тұрғындар да хабарласты. Олардың да айтары бар. Ал Каспий су жуу арнасының бас инженері қаладағы құбырдың жарылғаннан су уақытша тоқтайды, ал айналым болмағандықтан су шығылмайды дейді. Халықтың
қолдануына байланысты. Халық егер аз қолданса, ол тұйық система келесін су постай береді. Құбырдың ішінде тұрып суы береді. Халықтың қолдануына байланысты. Ал айналымға келетін болсақ, айналым мына жаңа жылу маусымына дайындық болып жатқан кезде өндіруші мекеменің де қала келіп тұрған 2 құбыры бар. Соның біреуін жөндеуге қойғандықтан. Ол жөндеу жақын арада бітетін шығар деп ойлаймын. Енді оны өздеріне сұрап көру керек болады. Сосын қалаға қосылатын шығар деп. Оны облыстық басқарма өкілдері де қостайды. Бұл мәселе енді жасыратын жоқ, бұрыннан бері қалыптасқан мәселе. Мысалға айтатын болсақ, мына Өзен қаласында жылу беру 4 құбырлы жүйе дейді, сондай немен арнау жасалынған, жаңадан ауыстырылды бәрі. Ол жерде жылу жүйесіне бөлек құбырмен келеді, ыстық су жүйесі бөлек құбырмен келеді. Сондықтан ол жерде жаңа айтқандай, бас айтқанда бөлек болғаннан кейін ол жерде жаңағы су салқындап кетті, ыстық су жоқ деген мысалға ондай мәселе жоқ. Бұл жерде жаңа әріптесім айтқан бір келсем, бұл жерде сондай жүйе біздің Ақтау қаласында да болатын болса, бұл мәселе түбегейлі шешілуге тиіс. Енді жаңа айтып отыр әріптесім, бұл айналымға түсу керек, маяк мекемесі. Если маяк мекемесі айналым арқылы беретін болса, онда әр үйдегі жаңа осы мәселе шешілетін болады. Қазір таңда оларда жөндеу жұмыстарын жүргізуде, жөндеу жұмыстары өткеннен кейін айналымға қояды, айналымға қойғаннан кейін бұл мәселе шешілуі тиіс. Демек, ыстық судың жылымайтыны ірі комбинаттың суды бір құбырдан жіберуі ме? Тіпті кейбір тұрғындар маяк су температурасын төмен деңгейде жібереді деп санайды екен. Мәселенің мән жайын білуді жөн көрдік. Осылайша су өндіретін мекемеге ат басын бұрдық. Мінекей біз дәл қазір суды өндіретін және оны қалаға жеткізетін өңірдегі жалғыз комбинат Маяк Казатом өнеркәсіп жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің нөмір 1 жылу электр орталығына келіп тұрмыз. Яғни бұл жерде ыстық су қалай жіберілетінін бірге қарайтын боламыз. Питьевая вода и техническая вода, она за счет наружного температурного воздуха. Біз қазір Маяктың жылу орталығындамыз. Зауыттан шығатын су, жылудың қысымы, температурасы осы жерде бақыланады. Құрылғыда көріп тұрғаныңыздай, ыстық су қалаға 85 градуспен беріледі. Бұл қайнап тұрған су. Бұл үнемі солай. Ешқашан бұл температура төмендеген емес. Жаз айында ыстық суды да, жылу суды да бір құбырмен жібереміз. Әуелден осылай жоспарланған. Қалаға жеткенше тек 2 градусқа төмендейді. 83 градуспен келеді. Әрі қарай суды жеткізетін мекемелер айналысады. Біз жауап бермейміз. Егер қалада құбырлар жарылған болса, біз температураны төмендетпейміз. Осы күйінде сақталады. Маманның айтуынша, маяк су температурасын төмендетпейді. Бірақ бір құбырдан кеткендіктен су айналым болмайды. Қазанның ортасында ғана екінші құбыр қосылады. Ал жазда оны қосу шығын келтіредіміз. Демек комбинатта пайдасын есептеп отыр. Жеткізуші мекемелер де өздеріне шаңын жуытпайды. Бұл жылдағы қайталанатын жағдай. Әзірше мәселенің түйіні толығымен шешілу үшін ақтаулықтарға суды ыстатыруға тура келеді. Ал кейде краннан аққан судың қап-қара болып, тұрғындарды әбігерге салатын кесі болады. Сондықтан Маякке келген соң мамандардың су сапасын қалай тексеретінін көруді жөн көрді. Маякте су зертханадан күніне 4 рет тексеріледі екен. Әрбір тексеріс бірнеше сағатқа созылады. Мы определили сейчас качественно, сколько... Қазір судың құрамындағы темірді тексердік. Егер шамадан көп болса, қызыл күрең түске боялар еді. Қазір көргендеріңізде ешқандай өзгеріс жоқ. Мөлшері 42 болды. Бұл белгіленген шектен төмен, яғни аспады. Қалыпты жағдай сақталған. Мамандардың айтуынша, дәл қазіргі қалаға жіберіп тұрған су сапасы өте жақсы. Яғни түсі сарыға боялмаған. Темір құрамындағы әрбір химиялық заты орынды. Демек, су сапасы таза екеніне көз жеткіздік. Алайда судың жетуі қиын болып тұр. Бұл мәселені толыққанды шешуге енді әкімдік назар аудару керек. Әйгерім Ашықбаева, Дүзелбай Нұрбай, Саламат Қайыпов, Аптақпарат. Өңірде 714 отбасы мемлекетке 102 миллион теңге қарыз. Аталған қаражат оларға атаулы әлеуметтік көмек ретінде негізсіз төленген. Енді олар заңсыз алған қаржыны кері қайтарады. Әзірге тек 90 отбасы ғана өз еркімен беруге келіскен. Одан бөлек табысы артқан 2000-ға жуық отбасына тағайындалған атаулы әлеуметтік көмек тоқтады. Әріптесім толықтырсын.
Фируза Жақашева бір бала тәрбиелеп отырған жалғыз басты ана. Қоғамдық жұмыста еңбек етіп 42 мың теңге жалақы алады. Оның 35 мыңына пәтер жалдап отыр. Атаулы әлеуметтік көмекті 6 ай алды. Соның арқасында жағдайы түзеліп қалған еді. Алайда соңғы 2 айда жәрдемақы тоқтап қалған. Тек нан аламыз қазіргі таңда. Басқа ештеңеге жетпейді. Екеуміз де жалаң аяқпыз. Ненің шындығы да екеуміз жалаң аяқ. Магазиндердің бәрі бір магазинге 20 мың, бір магазинге 15 мың. Садик уже қалай айыспен тоқтады, солай садик төленген жоқ. Онда апай ертең ар күні, оның ар күні деп апаймен келатырмын. Сол үшін жаңа атаулы әлеуметтік көмекті маған тиісті, соны нетіп берсе екен маған тағайындатып. Мамандардың айтуынша, Фируза Жақашеваға тағайындалған атаулы әлеуметтік көмек табысының артуына байланысты тоқтады. Расында да жалғыз басты әйелге жалақысынан бөлек 3 ай 5 мың теңгеден жәрдемақы төленген. Осылайша отбасына кіретін табыс көзі жан басына шаққанда небәрі 288 теңгеге асып кетті. Бұл кісі жұмыстан айырылғандығы жөнінде жәрдемақы алып отырған, сонысы есептелуіне байланысты қазіргі таңда атаулы әлеуметтік көмекті алудың мүмкіндігі болмай отыр. 4-ші тоқсанда, яғни қазан айында өтініш білдірген жағдайда 1 жылдың көлемінде шартты ақшалай көмек тағайындалады. Ал 3 баланың анасы Жансұлу Кідірмағанбетова атаулы әлеуметтік көмек аламын деп мемлекетке қарыз боп қалды. Себебі жолдасының жұмыс орны зейнетақы жарнасын 1 айда 2 рет аударған. Жұмыс беруші қателікті мойындаған. Соған қарамастан отбасы бюджетке 302 мың теңге қайтаруы тиіс. Мен ешқандай оны төлейтін жағдайым жоқ. Маған ақша бергеннен кейін менен қайта талап етіп тұр ғой енді. Мен оны ақшаны жұмсап қойдым да, мысалы. Мен ол ақшаны қайтара алмаймын. Бұл кісі плюс жұмыс беруші екеуі арнайы бланкіні алып, нотариальный заверение толтырып, құзырлы органға жібергеннен кейін, егер баздан алынған жағдайда, онда дәлелденген жағдайда, онда әрі қарай министерство біз айтуымызға болады. Мынау дәлелденді, себебі жұмыс берушілердің қателігі деп. Алайда бұл әлі күнге дейін дәлелденген жоқ. Сондықтан қайтаруға жатады. Жалпы Маңғыстауда жыл басынан бері 51 мыңнан астам адамға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалды. Қазір оның 40 мыңы тұрақты алып отыр. Ақтаудағы Мәңгілік алау монументіне жасалған жөндеу жұмысының сапасы сын көтермейді. Монументті қайта қалпына келтіру жұмыстарының аяқталғанына бар жоғы 5 ай уақыт өтті. Соған қарамастан сұйық травертинмен қапталған қабырғалары жарылып, кейбір жазулары түсіп қалған. Тоқ желілерде қауіпті күйде тұр. Жөндеу жұмысын жүргізгендер жарылған қабырғаны жамап, жасқап жасырғанымен, сөгілген қабырғалар алыстан мен мұндалап тұр. Жаслан Мұқанның сюжетінде. Отан үшін от кешкен майдангерлердің есімін ұлықтап тағзым ету, оларды еске алу кез келгеннің міндеті. Олардың ерлігіне деген тағзымның белгісіндей монументтің бүгінгі күйі әлеуметтік желіде қызу талқыға түсті. Биыл жеңіс күнін тойлау қарсаңында жөндеу жұмыстары аяқталған нысанның қабырғалары арса-арса, төселген мәрмәр тастары қирап түсіп жатыр. Они торопились, видимо. Асыққанның соңы осындайға келіп соқтыратыны белгілі ғой. Сапасыз екендігі көзге бірден көрінеді. Мұны жасағандарда ешқандай жанашырлық жоқ. Абыроймен жұмыс істесе мұндай болмас еді. Я думаю, подрядчиков нормальных подбирать. Менің ойым дұрыс мердігер мекемені таңдау керек. Бұл біздегі ең басты мәселелердің бірі деп ойлаймын. Жасаған екен, қалай болса солай жасағандары көрініп тұр. Қайтадан жөндеу керек. Жөндеу жұмыстарымен МТС Ақтау жауапкершілігі шектеулі серіктестік айналысқан. Шамасы сылақ жұмыстарын күн суық кезде жасаған. Мерзімінде кеуіп үлгермеген қабырғалары күннің ыстығына төтеп бермей жарылған болса керек. Дөп басып айту қиын. Нысанның бүлінген жерлерін қайта қалпына келтіру үшін серіктестіктің 2 жыл кепілдік мерзімі бар. Қазір мамандар олқылықты жою үшін жауапты мекемемен байланысқа шыққан. Әрлеу сылақ жұмыстар сол қыс мезгілінде жүргізілуіне байланысты уақытылы кеппей, өзінің жаңағы сақталу мерзімін қадағаламастан, күтпестен сол жаңағы үстіне жамалғандықтан болған деп ойладық. Соны енді қазір зерттеп жатырмыз, бірақ біз өз тарапымыздан сол мердігерге тиісті хатымызды жолдап, олар жаңағы дер кезінде жауап бермегендіктен біз оларды қазіргі таңда сотқа беріп отырмыз. Енді сот процесі әлі тағайындалған жоқ. Сол тағайындалғаннан кейін біз оларды жосықсыз мердігер ретінде тануға қазір ұсыныс беріп отырмыз, талап арыз беріп отырмыз сондай. Жалпы жөндеу жұмыстарына жергілікті бюджеттен 67 миллион 200 мың теңге бөлінген. Алайда бөлінген қаражатқа сай жұмыс жасалмаған. Енді мердігер мекеме сот алдында жауап беретін болады. Жаслан Мұқан, Бейбіт Нұрсейіт, Сәбит Амангелдіұлы, Апта ақпарат.
Апта ақпараттың айтары осымен тәмам. Келесі эфирде жүздескенше.